Қызылорда, Қызылова. Иә, Қызылова деген ауылға келдік. Бірақ енді бұл жерде ешкімді кінәлағымыз келіп тұрған жоқ. Аппаратураны қосқаннан кейін ол жанып кетті. Енді бізде қандай шешім қабылдау керек? Келген адамдар енді қалай келіп тұр, келеді деп жатыр, бәрі келеді қазір, иә? Біз енді қашып кете алмаймыз ғой. Ой, аппаратура жанып кетті, кетіп қалу керек деген дұрыс емес шығар, иә? Сондықтан біз қазір халықпен кездесіп, айтып аппаратура. Кездесейік десем, қандай проблемалардың бәрін айтсайшы. Иә, кездесейік, иә? Кездесейік десем, мысалы қараңызшы. Кездесейік десек, халықпен кездесеміз. Бұл жерде олар өлең айт, домбыра тарт, иә? Енді бұл жерде аппаратура жоқ, микрофон жоқ. Ол өлең қалай шығады? Бірақ бұлар мен айтып тұрмын, мен қарасам, мен айтып тұрмын. Живой айтып берем дейді, иә. Мен домбырамен 1 сағат концерт қойып беремін. Қойып берем деп тұр, иә. Қойып берем деп тұр. Но айдың бар қасында Аллаға шүкір. Иә, қойып берем. Иә. Бірақ просто это бәрібір естілмейді. Там қараңызшы, 200 адам отырады, сен 200 емес, хотя бір 10 адам болса да. Иә. Хотя бы Аллаға шүкір бір 50 адам болса да. Иә. Ну, даже 5 адам болса. Айдың қарашы, білмеймін, қарашы, сен қарап көрші, айтып көрші қазір. Емесің, қош. Яғыл дейсің? Твет даешь. Жоқ, өшірмеймін, бізде камера өшпейді. Расскажешь ма, генерал? Мен арғынға айтамын да, мысалы, біреулер айтады, кетіп қалай, халыққа көрмей кетіп қалай айтады. Мен неге кетеміз халыққа көрмей, мен ешқандай түсінбеймін. Мы-то не виноваты. Біз келді, аппаратура істемей қалды. Жоқ, халықпен кездесін, қазір шық, сөйлес, кәдімгідей айт. Фотоға түсуге келеді, мысалы, кейбіреулер армандайды сенімен фотоға түсуді. Жоқ, қараңыздаршы, ханымдар мен мырзалар, иә, мынандай андай бір двоякий ситуация, короче, типа бұл жерде ұйымдастырушылардың айтуы бойынша негізі тоже дұрыс, потому что елдер, короче, пландарын басқаша қойып, бүйтіп істегеннен кейін олар айтып келгеннен кейін бір марқайып қайтқысы келеді. Сен қандай бір түсіндіреме айтпа, ол кісілерге түсініксіз болады ау деген осындай бір ой түйіндеп айтып тұр бізге. Сол үшін мүмкін тихо, мирно кетіп қалу деген дұрыс болады деп тұр, потому что я тоже их поддерживаю, потому что адамдардың температуры әртүрлі болады ғой. Но бірақ тағы да кісілер айтады, жаңағынан ішінде, бұл жердің адамдары концертке келмейді дейді. Ол да болады ондай, келмейді дейді концертке, келмейді. Енді аппаратура істемесе. Олар қайдан біледі аппаратура істемеген. Аппаратура біз контент қой сонда. Мне мынау темірбек, тема қара. Тема қарашы. Скажи, вот что мы сейчас хотим сделать? Вот мы с темой, вот это он организатор. Я теме говорю, надо будет домбыраны айтып деймін, а тема тоже мынаған переживай, короче. Ойлашы, қазір осылай болып қалады. Қазір бүйдет, қазір қарашы адамдар келеді. Олар келгеннен кейін ана сол уақытқа сен осыншама айт деген бір тұжырымдармен айтады дейді да. Я керек халыққа түсіндіріп айтып отыр, қазір күтеміз, сіздермен фотоға түсіп, сыртта 2 апай кетіп берсіз. 2 апай? Фотоға түсіп 2 адам тұтып? Неге сәл? 2 апай, иә. Вот айттым ғой, 2 апай келсе, хотя бы сол 2 апаймен фотоға түсесін. Не проблема. Ол кісілер сосын айтады, вот, аргониямен фотоға түстік, бірақ әнін тыңдай алмадық. Ол кісілер апайлар болса, вряд ли әнін біледі. Почему білмесең неге келеді? Тоже ол песня дурацкий. Жоға, ол сен келіп тұр ғой, саған өлең тыңдауға, фотоға түсуге келіп тұр ғой, зачем біледі? Сенің тыңдармандарың не только ана жол маған инстаграмға жазды, мен сияқты адамдар да тыңдайды сен, поэтому вот тут так. Моя мама мне защищает. Моя мама мне защищает. Вот саған жазу керек ән сондай. Жазам, скоро жазам, көресіз. Жақында, очень близко. Иә, 20 хит шығады. Жақында, это как далеко, только чуть ближе. Ты что-то 20 хит деп атылып қойдың, кажется. Жоқ, хит емес, 20 ән точно. Қайсы хит болатынын халық өздері решат. Я там не придал. Мен 20-сын жазып тастаймын точно. Қайсы хит болады, хит болмайды, ол менің қолымда емес. В общем, солаймыз міне. Қазір міне отырмыз, адамдарды тосып. Бұл жерде болған нәрсе. Я кешкі концерт Мастовака прикол екен. Бірінші концертті қапа боласың да, екінші концерт жазылады екен соң қарашы. Кстати, кеше солай болды, иә, бізде концерт. Бірақ арғын деген ойбай, сағы сынып, бітті, өзінше бол, былай ойлап қалған адам ғой, концерт тосып алады, адамдар мені көріп болады деп. Бұрынға сенде овацияға үйренген ғой бұл. Ражы, вот как кеше айтып жатырмын, как она есть. Овацияға үйренген. Кеше овация болмай қалғасын Арекең айтты ғой, о, все, мен енді өлең жазамын, 20 өлең. Акасы мен деген, мен акасы тыңдамайтындар да келмейтіндер де бар екен ғой деп. Қалай бар екен? Вообще ешкім тыңдамай, ешкім келмейді. Жоқ, кеше келді ма, біріншісінде, екіншісінде де келді. Сен сосын ойладың ғой да, как так мен ешкім тыңдамай, қалай деп. Ешкім келді ғой, ешкім деген жоқ ғой. Иә, сондықтан. Мама маған бірыңғай осы тисе берді. Просто сондай ситуация. Өмірлік тәжірибе маған темірбек айтады. Тема айтады, осы жерге, осы өңірден басталды екен бәрі. Қуандық Рақым да, иә. Төреғали да. Ну, короче,
вот осы достарым барлығы осы жерге келіпті. Как раз екеуі де менің құрдастарым. И ничего, Осыдан бәрі бастапты, тоже осындай концерттер болыпты. Нұрболат досым бар, тоже досым болғанда енді қатты араласпаймыз, бірақ көргенде бірыңғай сәлемімізді түзу, жақсы жігіт. Ну, кстати, мен түсінбегенмін, Баршаңызға сенің контентің ма, менің контентім болып кетті. Қайсыңыздікі болып кетті? енді ты же мама артист, анда я же должен выступать, я же артист, ты же мама все еще моя. Я жаңа ситуация. Ну ты ситуацию сказала, я тебе объясняю. Короче, осындай болады дейді, вот моя мама. Ладно, давай, веди свой контент. Ал, не айтасың енді қазір? Ну, в общем, міне, мама артисттан өмір басталды. Мама артисттан өмір басталды. Орал өңіріне Темірбектің шақыртуымен келдік, региональный турларға. Гастроли у нас, гастроли. Ну, первый гастроль. Там гастроли, там сковородки, кастрюли, там казанчики, там В такие. общем, қазір осында өтеміз, алла жазса, бұл тәжірибе жинап жатырмыз. Как мама артиста тәжірибе жинаймын, как И арғы вообще бізде план, короче, осының бәрін көріп алып, дальнейший продюсерский центр же. Да. Вот, вы как мама артиста поймете, затем мы постараемся какого-то артиста сделать, и будем это все понимать, и это вот будем объяснять, и уж как все это работает, и будем, я буду писать песни, а ты будешь продюсировать, да же?